Шоханов атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 7 сынып оқушысы Балтабек Жанасыл. Менің ғылыми жобамдағы тақырыбым Шоқан Уәлиханов қазақ халқының тұңғыш ғалымы және ағартушысы. Жетекшім Қоңырова Жанна Салиповна. Қазақ халқының тарихында ғылым мен әдебиеттің дамуына өлшеусіз үлес қосқан ұлы тұлғалардың бірі Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов. Ол қазақтың тұңғыш ғалымы, этнограф, тарихшы, саяхатшы және ағартушы. Менің ғылыми жұмыстың мақсаты Шоқан Уәлихановтың қазақ тарихындағы, географиясындағы және мәдениеттануындағы орнын, оның ғылыми зерттеушілік мұрасын, құндылығын өлкетану деректері негізінде ашып көрсету және оның қазіргі заман үшін маңызын зерттеу. Шоқан Уәлиханов өмірбаяны. 1835 жылы Қостанай облысы Құсмұрын бекінісінде туған. Абылай ханның ұрпағы, әкесі Аға Сұлтан Шыңғыс Уәлиханов. 1847-1853 жылдары омбы кадет корпусында білім алған. Жастайынан ғылымға, тарихқа, әдебиетке қызығушылық танытқан. Шоқан Уәлихановтың ғылыми еңбектері: Қырғыздар туралы жазбалар, қазақ шежіресі, жоңғар очерктері, қазақ пен қырғыз әдет-ғұрыптарын зерттеген. Саяхатшы Шоқан 1856 жылы Қырғызстанға саяхат жасап Ыстықкөлді зерттеді. 1858-1859 жылы Қашқарияға жасырын экспедиция жасады. Саудагер ретінде Қашқар құпия барған Шоқан өлкенің экономикалық саяси құрылымын зерттеп, оның тарихы мен этнографиясының көптеген материалдар жинады. Еуропа ғалымдары жоғары бағасында алды. 1864 жылы наурыз айында Шоқан полковник Черняевтің шақыруымен Әулиевті жоғарыға қосылады. Өлкетанудағы рөлі: қазақ тарихы, этнография, географиясының жөнінде деректерді алғаш ғылыми тұрғыдан зерттеді. Қазақ халқының тұрмыс мәдениетін, салт-дәстүрін кейінгі ұрпаққа жеткізді. Қоз көрпеш баян-сұлу жыры Шоқанның алғашқы жазған шығармаларының бірі болды. Шоқан Аягөзде өзінің қысқа өмірінде бір емес 3 рет болған. Шоқан мұрасы мен маңызы: Шоқан мұрасының ішінде архитектуралық сызбалар, сәулетті құрылыстардың жобалары мен жоспарлары, немесе күмбездері бейнеленген суреттемелер өте көп. Талғамалы жоғары туындыларының қатарына Потанин портреті, қазақтың бейнесі, қырғыздардың ат баптауы, ұйғырлардың киім киісі, тағы да басқа жұмыстары жатқызуға болады. Қорытынды: Шоқан Уәлиханов қазақ халқының тұңғыш ғалымы. Шоқан Уәлиханов қазақ халқының рухани дамуына жол ашқан алғашқы ғалым. Оның зерттеулері тек қазақ үшін емес, бүкіл түркі халықтардың тарихын тануға үлес қосты. Жобаның нәтижесінде біз Шоқанның тарихшы емес, нағыз ағартушы, суретші, өлкетанушы және ұлт мақтанушы екенін дәлелдедік. 2025 жылы аталып отырған 190 жылдық мерейтойлы Шоқан Уәлихановты ұлықтау ғана емес, оның идеяларын қазіргі жас ұрпақтың біздің бойымызға сіңіру, ғылымға деген қызығушылықтарын арттыру болып табылады. Менің ғылыми жобаға пайдаланған әдебиеттерім. Назарларыңызға рахмет.